Степногорск қаласына қарасты кенттерді дамыту бағытында біраз жұмыстар қолға алынуда. Солардың бірі биылғы жылы өзінің 90 жылдығын атап өткелі отырған Ақсу кенті. Кент аумағында 3 мектеп жұмыс жасап, онда 500-ден астам оқушы оқиды. Барлық білім беру мекемелерінде мектеп жасына дейінгі балаларға арналған шағын орталықтарда қызмет етеді. Сондай-ақ номер 1 Ақсу орта мектебінде 2015 жылы тарихымызды дәріптеу мақсатында ашылған Атамекен тарихи өлкетану мұражайы орналасқан. Ал номер 2 орта мектептегі шағын орталықтың кіреберіс бөлігіне жөндеу жұмыстары жүргізілуде. Бұл мақсатта 2 миллион 300 мың теңге қарастырылған. Сонымен бірге негізгі мектептің шатыры қайта қалпына келтірілген жайы бар. Мектептің дайындығына тоқталатын болсақ, әрине дайындық осы жазда ремонт жағынан болады ғой көбінесе. Сол ремонт жүріп жатыр. Құдай қаласа 8-і бізде мектептің қабылдауы болады, жылда болатын процедура. Соған 100% дайын болады деп үміттемін. Кітап жағынан болсын, қандай жағынан болса да, мектеп жабдықтауы өте жоғары дәрежеде. Қаланың білім бөлімі үлкен көмегін беріп тұрады. Кент бойынша барлығы 44 жеке кәсіпкер тіркелген. Ағымдағы жылы 8 бизнес нысанын ашу жоспарланып отырса, қазіргі таңда 6-ы жұмысын бастап та кеткен. Сондай-ақ кентте бастау жобасы аясында кәсібін дөңгелетіп отырған тұрғындар да бар. Бұл ретте кент тұрғыны Азамат Инжибек мал шаруашылығын дамытуды көздеп отыр. Айта кетейік, бастау бизнес жобасының мақсаты жұмыссыз және өзін-өзі жұмыспен қамтып отырған тұрғындарды кәсіпкерлік қызметпен айналысуға тарту арқылы ауыл тұрғындарының экономикалық белсенділігін арттыру. Осы негізде жоба қатысушылары 100 айлық есептік көлем мөлшерінде гранттық қаражаттарға ие бола алады. Мемлекеттік грант бойынша сол 100 МРП-ға бизнес план бойынша сол 9 қой алуым керек, 252.500-дің үстінен қосып, өзімнен сол 14 па 15 мың сонда қосып. Абаттандыру бағытындағы жұмыстар да жақсы жолға қойылған. Көктем айларында 150 көшет отырғызылды. Бүгінде атқарылған іс-шаралар жоспары әзірленіп, демалыс саябағын орнату шаралары қарқынды жүргізілуде. Орындықтар, қоқыс жәшіктері мен жарық жүйелері дайындалған. Осылай деп мәлімдеген кент әкімі, саябақтың қоршауын орнатуға 1 миллион 200 мың теңге бөлінген алға тартуда. Бұл саябақтың бір ерекшелігі, демалыс орнындағы жарық шамдары күн сәулесінен қуат алатын көрінеді. Саябақ құрылысы жүргізіліп жатыр. Бүгінгі таңда қоршауы орнатылған, және де келешекте осында орындықтар, қоқыс тастау жәшіктері және де күн сәулесінен қуатталатын жарықтандыру орнатылады. Және де қоқыс шығару жұмыстары жүргізілуде. Марат Смағұловтың ақпаратына сүйенер болсақ, автомобиль жолдарының ұзындығы 18 километрді, қиыршық тас жабыны 6 километрді құрайды. Осы жылы бұл мәселелерді шешуге бюджеттен 10 миллион теңге жұмсалған. Сондай-ақ Степногорск су арнасы мекемесі атқарған жұмыстар нәтижесінде зақымдалған жолдар қалпына келтірілді. Шаралар барысы сумен жабдықтау жүйелерін қайта құру аяқталғаннан кейін бастау алып, оған 47 миллион теңге жұмсалған жайы бар. Бүгінгі күні жолдарды жөндеу жұмыстары аяқталып, ұзындығы 3 километр жолға асфальт төселген. Сонымен бірге Ақсу мәдениет үйіне де жөндеу жүргізілуде. Бұған үстіміздегі жылы облыстық бюджеттен 11 миллион теңге бөлініп, қайта қалпына келтіру жұмыстарын 15 тамызға дейін аяқтау жоспарлануда. В этом году на ремонт Дома культуры выделено 1. Осы жылы мәдениет үйінің жөндеу жұмыстарына облыстық бюджеттен 11 миллион теңге бөлінді. Бүгінгі күні 200 орындық көрермендер залы мен кіреберісті қалыпқа келтіру жүргізілуде. Біздің мәдениет үйі жөндеуден өтетініне өте қуаныштымыз, және кентіміздің 90 жылдығы аясында атқарылатын іс-шаралар осы жерде өтетін болады. Көріп тұрғандай, Ақсу кентін жан-жақты дамыту бағытында бірқатар шаралар қолға алынған. Мұның барлығы 90 жылдықтың аясындағы дайындықтың бір көрінісі. Сол себепті де бұл тұрғындар үшін мерейтойлық тарту болады деген үміттеміз.